Ең бірінші қазанымыздың түбіне пиязды турап саламыз. Одан кейін құйрық майды турап саламыз. Одан кейін тұздалмаған етімізді орналастырамыз. Етіміздің бетіне тұз және қалаған дәмдеуіштерімізді себеміз. Және сәбізімізді турап саламыз. Турап аламыз. Және осы қызанақтарымызды еттің бетіне саламыз. Ендігі кезек пиязымызды жұқалап турамыз. Туралған пиязымызды қызанақтың үстіне саламыз. Одан соң тәтті бұрыштарымызды турап аламыз. Одан соң картофымызды саламыз. Және сарымсағымызды турап қазанымызға саламыз. Одан соң көк шөптерімізді саламыз. Одан соң етімізді тағы да салып, көкөністерімізді дәл осылай салып шығамыз.
Одан соң қазанымыздың қақпағын жауып, отқа қоямыз. Қазанымызды орташа отқа қойып қайнатамыз. Және шанышқымен осылай буын шығарамыз. Міне афган қазанында піскен дәмді сірнеміз дайын болды. Осы видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.